Бір үлкен бір тойда бір ер азамат, үлкен кісі қолына арағын ұстап алып, уағыз насихаттап жатыр. Яғни Құранның аятын айтып жатыр. Ол Құранның аятының мағынасы мынандай. Расында маскүнемдікке алып баратын шайтанның амалынан, яғни әрбір ішімдік, бақсы балгер, бәрі шайтанның амалынан. Тыйылыңдар, мүмкін құтыларсыңдар деген аятты айтып тұрады. Яғни ол кісі айтады, бұл арақ мәдениет деп айтады. Мәдениет деген алып қойыңдар деген мағынаны білдіреді дейді. Және шариғат бізді дейді, дубль мас болудан тыйған, кішкентай ұрттап қойсаңыз, ол мәдениет, ол рұқсат етілген дейді. Ең бастысы, көп ішіп харам болып қалмасын, ол харам деп айтады. Бұл видео қазір интернетте тарап жүр, көрсеңіздер, сенбеңіздер, себебі қиямет жақындаған кезде шайтанның уағыздары көбейеді деген. Қиямет жақындаған сайын иманды, руханият адамдар кете береді. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сөзі, дін ғарип болып келіп, ғарип болып кетеді деген. Осыны видеоларды көрсеңіздер, сенбеңіздер деп айтқым келеді. Арақ ішілген үйде 40 күн береке болмайды деген. Мұсылман бауырлар, араққа жоламайық. Келесі менің каналымда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.